талантты қызы Аружан Бекешова. Сүйем сені неге шығармасың? Аружанды тосаңыздар, қол шығарар! И все. Получается, блин, как шығып. Ну, в общем, о центрге тұрырыз. Шо деп тұрған жерге тұрайын да? Да. Ал енді микрофонмен акапелла ырдап көрейік. Сен алмаға шоқ гүлдерді, жалғыз өткен сол түндерді, сыйлаймын өзім, сені шыдадым төздім, енді ізім бармаймын қалған өмірімді. Сүйем сені, сені мен неге, ғашық болдым қалайша өзіңе. Все, кеттік. Так, достар, мына жақта маған хейт кетіп жатыр екен. Аружан, сен фонограммамен немене өле айтасың дейді да. Енді, во-первых, бұл жақта акустика не позволяет, барлығы көбісі енді плюсовкамен айтады, потому что жағдай болмай қалады. Енді бұйырса, жағдай болса, плюсовкамен айтатын болам. Және де мына жақта енді Қазақстанда филармонияға аламыз деп жатыр да тәтелеріміз. Тәте, филармонияға аласыз ба мені? Аха, кел, бұйырса аламыз сені. Сен өте жақсы әнші екенсің. Әншілігімен қоймай, композитор екенсің. Сен бүгін өзіңнің әніңді орындап шықтың. Иә. Вот қандай керемет. Үсті-үсті өсесің. Рахмет. Так что, достар, ойламаңыздар сіздер. Сіздер ойламаңыздар. Мен Қырғызстанға çok рахмат айтамын. Мен өйстіп бағымды ашып, задним столом қандай жұлдыздармен отырдым. Кәдімгідей сұқтанып жатамын. Маған көп істеді ғой, Аружан, не забывай, что сені Қырғызстан көтерді. Мен никогда айтпайтын, Қырғызстан мені көтермейді. Мені көтерген бағымды ашқан осы Қырғызстан қырғыз елі болады. Сондықтан сізге көп рахмет, жақсы көремін сіздерді. Өте барғымыз келді, сіздерді көргіміз келді, бірге болса